Жас әрі терең білімді азаматтар ұлтымыздың басты капиталы және қоғамдағы оң өзгерістердің қозғаушы күші. Сондықтан үнемі белсенді жастарды қолдап, алға қойған мақсаттарына қол жеткізу үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашу маңызды. Бұл ретте аймағымыздағы оқу орындарында студент жастарды әлеуметтік тұрғыда қолдау оң шешімін тауып келеді. Мәселен, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде студенттерге арналған әлеуметтік сатылар, әлеуметтік жобалар шеңберінде мемлекет есебінен оқу мүмкіндігі, оқу ақысы, қоғамдық көлікте жүру, тамақтану, жұмыспен қамту, кәсіпкерлікпен айналысу, сондай-ақ шығармашылықпен, спортпен шұғылдануға мүмкіндіктер қарастырылған. Мұнан бөлек жыл сайын жаңадан қабылданған студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мақсатында мемлекет қолдаумен жеке кәсіпкерлермен де келісімшарт жасалып, 1218 білім алушы қамтамасыз етілді. Қазіргі таңда әртүрлі санаттағы 1500-ден астам студентке облыстық әкімдік, университет, демеуші компаниялар, қоғамдық қорлар мен қаржы институттары тарапынан білім гранттары мен оқу ақысын төлеуге қолдау көрсетіліп келеді. Еліміз бойынша студенттер жатақханамен қамту мәселесі жүйелі түрде шешіліп келе жатыр. Біздің аймағымызда да бұл оң шешімін тапқан. Қазіргі таңда барлық білім алушы өтініштер қанағаттандырылып тұр. Және де қосымша орындар бар. 2025 жылдың 1 қыркүйегінен бастап студенттердің шәкіртақысының 2 есеге, магистранттар мен докторанттардың шәкіртақысының 1,75 есеге өсуі. Президентіміздің тағы да бір нақты тапсырмасы бұл жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыстың көбеюі. Еліміз бойынша үлкен мүмкіндіктер ашып отыр. Себебі тегін білім алуға мүмкіндігі бар жастар осыны пайдалануда. Біздің университетіміздің өзінде 10 мыңнан аса студент болса, 4905 студент қазіргі таңда мемлекеттік тапсырыс негізінде оқиды. Бұл әлеуметтік қолдау. Бұл студенттердің, білім алушылардың ертеңгі күні өздерінің білім алу жолында қажетті дүниелерді сатып алған мүмкіндік. Бұл олардың тұрмысына да көмектесу болып саналады. Жалпы ынталандыру.